Елімізде 2020 жылғы 31 желтоқсаннан 2021 жылдың 1 наурызына дейін тауарларға ілеспе құжаттарды міндетті түрде енгізуге біртіндеп көшуге арналған қанатқақты жоба жүзеге асырылады. Оның мақсаты сыртқы экономикалық қызметке қатысушылар үшін жүйелі тетіктерді қалыптастыру. Бүгін Семей қалалық мемлекеттік кірістер басқармасында тауарлардың оның ішінде акцизделген өнімдер экспорты мен импортымен айналысатын салық төлеушілерімен кеңес өтті. Кездесу барысында қанатқақты жобаны енгізу мәселелері бойынша Шығыс Қазақстан облысы мемлекеттік кірістер департаменті экспорттық импорттық бақылау басқармасының жетекшісі Дулат Қаракөзінов түсінік берді. Бүгінгі таңда Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттер Семей өңірі салық төлеушілерінің сыртқы экономикалық қызметінің негізгі экспорттық импорттық бағыттары болып саналады. Яғни Ресей, Қырғызстан, Қазақстан, Беларусь және Армения арасында тауарлардың, оның ішінде акцизделетін өнімдердің қозғалысы жанданған. Қанатқақты жоба жүзеге асырылған кезеңде сыртқы сауда қызметімен айналысатын кәсіпкерлер мемлекеттік кірістер комитетімен және тауарларды жеткізушілермен бірлесіп салықтық және кедендік әкімшілендіру тетіктерін әзірлеулері тиіс. Это пилотный проект, то есть они должны уже... Бұл қанатқақты жоба, яғни кәсіпкерлер бастапқыда механизмді жүзеге асырып, ілеспе құжатты дұрыс толтырулары керек. Тауарларға ілеспе құжаттар ресми түрде 2021 жылдың 1 наурызынан бастап енгізіледі. Яғни осы 2 айда салық төлеушілер тауарларға ілеспе құжаттарды қалай дұрыс толтыру керек, алушы мен жеткізуші арасында жұмыс жүргізу керектігіне бейімделулері қажет. Салық төлеушілермен кездесу барысында Шығыс Қазақстан облысы бойынша кірістер департаментінің экспорттық импорттық бақылау бөлімінің жетекшісі Дулат Қаракөзінов сыртқы экономикалық қызмет барысында атап айтқанда тауарларды шекара арқылы тасымалдау кезінде қолданыстағы заңдарды қатаң сақтай отырып, жол бермеуге болатын көптеген сыбайлас жемқорлық сәттері туындайтынын атап өтті. Бұл ретте жауапты сала мамандары қанатқақты жоба жүзеге асырылған кезеңде оған қатысушыларға әкімшілік ықпал ету шаралары қолданылмайтынына тоқталды. Это касается в основном, кто занимается... Бұл негізінен акцизделетін тауарлармен айналысатындарға, содан кейін Еуразиялық экономикалық одақ елдерінің импорт-экспортына және виртуалды қоймада электрондық шот фактураларды жазуға міндетті салық төлеушілерге қатысты. Олар қанатқақты жобаға қатысуға міндетті. Облыстық мемлекеттік кірістер департамент өкілдерінің айтуынша қанатқақты жобаны жүзеге асыру салықтық әкімшілендіруді жақсарту бойынша жоспардан тыс қызметке қатысушылардың ұсыныстарын жинауға мүмкіндік береді. Сондай-ақ қажет болған жағдайда кәсіпкерлер өз сұрақтарына жауап алу үшін арнайы сайтқа жүгіне алады. На сайте комитета Госдеп. Қазақстан Республикасы мемлекеттік кірістер комитетінің сайтында ілеспе құжаттар бойынша сайт бар. Онда бұл мәселе күн сайын талқыланады. Интернет ресурстар арқылы хабарласып, туындаған сұрақтарға жауаптар алуға болады. Айта кетерлігі, ілеспе құжат мемлекеттік шекарадан өткен кезде жеткізушінің тауарларды жөнелтуін растайды және бастапқы бухгалтерлік құжат болып саналады. Демек, Қазақстанның ілеспе құжатын тауарларды өткізу басталғанға дейін, яғни оларды еліміздің аумағына әкелгенге немесе әкеткенге дейін рәсімдеу қажет. Арыскүл Мадвасова, Самат Секенов, Аслан Ертісбаев, Семей телеарнасы.